Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Шуара сүресінің 105-ші аятына шейін келген екенбіз, иншаллах. Содан әрмен қарай жалғастырайық. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бірнеше осы сүреде жүрегіне медет болсын деп қолдау ретінде бірнеше пайғамбарлардың хикаясын айтады. Мұса пайғамбардың, Ибрахим пайғамбардың уақиғаларын айтып өтті өткен сабақтарымызда. Енді әрмен қарай Алла тағала және де бір-екі пайғамбарды сіз бен бізге сабақ үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уағыз, насихат үшін жөнелткен еді. Міне сол пайғамбарлар жайында Алла тағаланың айтқанын біз иншалла бірге көріп өтейік. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Алла тағала Шуара сүресінің 105-ші аятын әрмен қарай былай деп жалғастырады екен. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Нухтың қауымы да пайғамбарларды жоққа шығарды дейді. Нух пайғамбарды Алла тағала көпше түрде суреттеп тұрған сияқты. Байқадыңыз ба? Мурсалин деп айтты. Пайғамбарларды оларға жөнетілген жоққа шығарды деді. Бұған ғалымдарымыз әртүрлі сөздер айтады. Ол пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның алдыңғы өткен кісілер, елшілер басқа бір елдерге өзі таманынан немесе басқа бір ауылдарға өзі таманынан да елшілер жөнететіндей жағдай болған екен. Мысалы, Иса пайғамбардың елшілер жайында Ясин сүресінен білесіздер. Иса алейхиссалам өзі таманынан пайғамбар таманынан жөнеткен елшілер болған бір ауылға, Антакия деген. Сол сияқты бір ғалымдарымыз айтады, мүмкін сол Нух алейхиссалам осы 950 жыл уағыз жасады, бүкіл уағыздың түрінің барлығын жасады деп айтты бір сөздерінде. Мысалы, бұл кісі әшкереде айтқан, жасырында айтқан, жекеде айтқан, жалпыда айтқан. Енді неге ауылға өзі таманынан елші жіберіп те айтуы мүмкін ғой дейді. Міне сондықтан Нух пайғамбарды да және оның жөнеткен елшілерін де жоққа шығарды деп осы жерде түсінсек болады деп айтады. Сол үшін пайғамбарымыз Нух алейхиссаламның жалғыз өзін емес, бәлки өзін және оның жанындағы бүкіл сол кісіге ерген адамдарды жоққа шығаруы. Сонан соң Нух алейхиссалам білсеңіздер, бұл кісі Адам алейхиссаламнан кейінгі екінші пайғамбар. Расул деп айтылады. Расул дегеніміз елші. Мынау біздің ислам дінінде біз енді қарапайым қара халық тілінде пайғамбар дей береміз ғой бәрін. Бірақ араб тілінде қолданыста екі түрлі сөз жүреді. Біреуі расул, біреуі нәби. Расул дегеніміз елші аудармасында. Ал нәби дегеніміз хабарлаушы, хабаршы дегені. Екеуінің айырмасы не десе, хабаршы бұл әуелгі айтқан, әуелгі өзінен бұрынғы келген пайғамбардың шариғатынан шықпайтын Алланың сөздерін жеткізуші. Ол да Алламен сөйлеседі, Алладан тікелей бұйрықтар келеді, бірақ өзінен бұрынғы пайғамбардың шариғатынан шықпайды. Яғни бүкіл пайғамбарлардың ақидасы бір, сенімі бір, бауырлар. Оның ешқандай өзгешелігі жоқ. Адам алейхиссаламнан ең соңғы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі барлығының ақидасы бір, сенімі бір, біреу-ақ. Бірақ арасындағы шариғаттары бөлек. Шариғат дегеніміз не? Жүріс-тұрыс заңдары. Яғни намазды қалай оқу, яғни күнделікті өмірдегі заңдар. Сол өзі келген халыққа қарай өзгеріп отыратын. Нух пайғамбардың мысалы алып келген шариғаты Адам алейхиссаламның алып келген шариғатынан бөлек еді. Бірақ екеуінің де діні бір. Діні дегеніміз иманы, сенімі бір.
ақидасы бір. Барлығы бірдей сол 7 иманға сенетін. Қандай 7 иман еді? Немесе 6 дейді. Бір өтіп кетейікші. Біріншісі кімге сену? Аллахқа сену. Екіншісі періштелерге, кітаптарына, пайғамбарларға, ақырет күніне, жақсы жаман Алладан екеніне сену, өлгеннен кейін қайта тірілуге сену, дұрыс па? Осы 7 түрлі нәрсе бүкіл барлығының сенімі еді, бүкіл барлық пайғамбардың. Осы негіз болып табылады. Осы негіздердің бірін бір адам жоққа шығарып жалған десе, ол кісі діннен шығады. Біздің ислам дінін мүлде қабылдамаған адам болады. Енді Нух алейхиссалам, қайта оралайық, бұл расул және наби екеуі де. Расул және наби дегеніміз, расул деген адамдарға көбінесе басқа ғалымдар былай деп түсіндіреді, оларға Алла таманнан кітаптар түскен адамдар дейді, парақшалар дейді. Ал біреулер айтады, жоқ, олар елшілердің үлкендері деп саналатыны. Ал елші дегеніміз Алла шариғатпенен, жаңа шариғатпенен, жаңа бұйрықпен жіберген адамды айтады. Яғни бір елге жаңа шариғат алып келеді, жаңа заңды алып келеді. Ал наби жаңа заң алып келмейді. Баяғы өзінен әуелгі пайғамбар не істеді, ол кісі соны жеткізуші ғана. Түсінікті ғой, Сол үшін адамнан Нұхқа дейін мүмкін бірнеше нәбилер өтті. Біреулер Ыдрис деп айтады ғой, Идрис алейхиссалам наби. Және біз білмейтін де бірнеше пайғамбарлар өткен шығар. Бірақ Нух алейхиссалам адамнан кейінгі елшісі, расул екен. Түсінікті ғой, ренжімеңіздер, шілей бүйтіп майда нәрсеге кіріп кетті демеңіздер. Бұл білуі керек болған, әрбір мұсылман білуі керек болған міндет. Наби деген не, расул деген не, бұның айырмасы кім біледі деп жатпастан әдейі айтып кетіп жатырмын бауыр. Қайта бір айтып кетем, ренжімеңіздер. Расул дегеніміз жаңа шариғат алып келген Алланың елшісі. Ал наби дегеніміз өзінен бұрынғы адамның шариғатымен келген Алланың елшісі. Яғни жаңа шариғат алып келмейді, сол күйі бірақ Алла таманынан елшілікке келеді. Бірақ жаңа заң алып келмейді. Түсінікті ғой? Енді Нух алейхиссалам туралы тағы да бір сөз, бұл екінші адам деген лақабы бар бұл кісінің. Себебі осыған дейінгі адамдар өмір сүріп келіп, Нух және оның жанындағы бір топ адамдар ғана тірі қалады топан судан кейін. Содан кейін анау Нухтың жанындағы адамдардан көп ұрпақ өрбімей тоқтаған дейді. Ал жер бетіндегі бүкіл халықтың ұрпағы бұл Нухтың ұрпағы дейді. Түсінікті ғой, Сол үшін бірінші адам атадан тарқасақ, одан кейін Нух пайғамбардың заманына келіп қайтадан нөлге түсті, бүкіл халық, сөйтіп Нух пайғамбардан қайтадан басталған. Өрбіген халық. Сол үшін кейбіреулер осы бізде халықта шежіре жазып жатқанда аталарын алып барып әйтеуір Нух пайғамбарға тірейтіні содан. Өйткені адамға арғарай жеткізе алатындары қайдам? Нұхтың өзіне жеткізу қиын да. Кейбіреулер енді аздап фантазия қосып жіберетін шығар енді. Өйтпесе болмайды ғой өзі. Бірақ дегенмен ол үлкен тарих шежіре деген, оны білу керек. Халықта сол үшін айтады, жет атасын білмеген жетесіз дейді. Ол тарихты білмесек болмайды. Міне қараңызшы. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға сонау Нұх пайғамбардың уақиғасы не қажеті бар, айтыңызшы. Ол өлді кетті, сол уақиға бітті ғой енді ол. Не қажеті бар қазіргі? Жоқ, осы өмірден сабақ алу керек. Түсінесіз, өткенін білмей адамға болашағы жоқ болады адамның. Өткенді біліп отыру керек, тарихты ұмытпау керек бауырлар. Сол үшін сөзімізді әрмен жалғастырмас бұрын бір кішкентай астын сызып кететін нәрсе, мысалы айтайық. Өзіміздің Қазақстан тарихын оқу ол міндет, ол жарайды. Оқыңыз, балдарыңыз оқытыңыз. Ал дін ұстандыңыз ба? Ондай болса, діннің со адам атадан бері қарайғы тарихын шамаңыз жетсе түртіп өтіңіз. Ең қарапайымы, енді адам атадан Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға шейінгі келген тарих кітаптары әлі де бір мықты авторитет болып шығып жатқан жоқ. Ал әйтсе де пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның өмір баяны кітап болып тұр, орыс, қазақ тілдерінде, өзбек тілдерінде тұр.
оны оқу міндет болады әрбір мұсылманға. Пайғамбарымыз қалай өмір сүрген, не болған, кіммен қалай жасаған, және одан кейінгі сахабалардың өмірінен де бір-екі үзінді оқып тұрғаныңыз дұрыс болады. Сол арқылы сіз діннің қалай келгенін, не болғанын түсіне аласыз. Тарих білмесеңіз, дінді дұрыс ұстанбайсыз, біліп алыңыз оны. Тарих ол керек нәрсе. Енді Аллах Тағаланың сөздеріне оралайық. Алла Тағала айтады: «Кәззәбәт қауму Нухинил мурсалин». Нух алейхиссаламның қауымы да алдына келген пайғамбарды жалған деді. «Из қала лахум ахухум Нухун ала таттақун». Сонда олардың бауыры, байқадыңыз ба? Алла Тағала әр жерге пайғамбар жібергенде аспаннан түсірмейді пайғамбар. Немесе танымайтын біреуді алып келіп сол елге пайғамбар қылмайды. Бәлки сол елдің ішінен бірге өскен, бүкіл әдет ғұрпын білетін, бірге ішіп жеген, бүкіл барлығын бірге көзінің алдында өскен адамды пайғамбар қылады. Сол үшін Алла Тағала міне соған әдейі білдіру үшін сіз бен бізге Алла Тағала айтқан кезінде олардың бауыры Нух алейхиссалам оларға былай деді деп айтады. Сонда Нух алейхиссалам бауыры болып тұр, сол қауымның, өзі барған қауым. Сол қауымның ішінен шыққан адам. Ала таттақун, Алладан қорықпайсыңдар ма деді. Инни лакум расулун амин, мен сіздерге аманатты жеткізуші болған пайғамбармын. Елшімін. Алланың мойнымда менің аманатым бар. Соны жеткізуім керек деп. Одан бөлек ала таттақун деген сөз Алладан қорықпайсыздар ма деп аудардық қой. Бұл енді сөзбе-сөз аудармасы. Ал ғалымдарымыз көбінесе Алладан өзгеге құлшылық етпеңдер деп аударады. Өйткені қорқу деген сөз неден шығады? Ол адам баласы бәр нәрседен қорқады. Өзі білмейтін нәрсен бәрінен қорқады. Білетін нәрседен одан сайын қорқады. Доқтан қорқасыз ба? Қорқасыз. Су ше? Қорқасыз. От ше? Қорқасыз. Суық ше? Қорқасыз. Ыстық ше? Қорқасыз. Неден қорқпайды адам? Айтыңызшы. Өзінен де қорқады адам керек болса. Өзінен де қорқады. Ол мен батырмын, қандай бір енді ер жүрекпін, жүрегім енді пілдің жүрегіндей деген жігіт болса да, жаныңызда отырса, жаннан әйтеуір бір нәрсені лып еткізіңізші, бірден де оқыстан хай десеңіз, бәрібір селк ете қалады. Ол қайтсе деді. Адамның жүрегінде негізі қорқыныш бар, барлық нәрседен. Бірақ соның ішінде қай қорқыныш адамның сеніміне әсер етеді, айтыңызшы. Өзінің өмірін сақтау үшін қорқу исламда рұқсат етіледі сол үшін. Оттан, судан, мысалы, сондай бір қауіпті жағдайлардан, дұшпаннан, неше түрлі жан-жануарлардан, жәндіктерден қорқу ол дұрыс. Ол адамның иманына, сеніміне әсер етпейді. Сіз қауіпсірейсіз. Бірақ қорқу дегенде бұл жерде құл болып тұрып қорқуды айтып жатыр. Түсінесіз ба? Яғни адалды адал, арамды арам деп білу. Яғни бұйрықты қабыл ету, қорқу деп соны айтады. Рас, адамның басына қауіп төнсе бәрін істейді. Басына қару тіреп тұрып істетсеңіз қалаған нәрсесін істейсіз. Бірақ қару тіреместен саналы түрде айтқанын істеу үлкен нәрсе ғой, дұрыс па? Мысал айтайық, сіз намазға келіп қалдыңыз, мешітте орын жоқ. Не істейсіз намазда? Намаз оқымай кетесіз ба? Жоқ. Қолыңызда жай намаз жоқ. Не істейсіз? Мешітке келдіңіз, орын жоқ. Жерге сәжде қылуыңыз керек, түсінесіз ба? Жерге. Әдемі киіміңізді де жерге отырып лайлайсыз, Алла үшін деп. Маңдайыңызды да топырақ қып, шаң қылып, қар болса қар, су болса суға басасыз. Бұл сіздің құлдығыңыз болады. Егер сол жерде сіздің сынағыңыз болады, егер сіз сол жерде әдемілікті сүйсеңіз, онда сол дүние сіздің үстіңізде киім-кешек, әшейін былай айтқанда шүберек, сіздің Құдайға деген сәждеңізден тыйып жатқан болады.
сізге сонда шүберек қымбат болып тұр да. Адамдар арақ ішіп, үсті лас болса да ұялмай көшеде жүре алады. Жүре алады да, істеп жүр, көп көреміз. Сіздің үстіңіз лай болса, неден лай болды? Алла үшін лай болды. Маңдайыңыз кір болса, не үшін кір болды? Алла үшін кір болды, бауырлар. Осы бір жерде имандылықтың түбі қалады. Егер сіз маңдайыңызға бір қару тіресе ғана соны істер едіңіз, қиналғаннан, өлетін болдым ғой, немесе бала шағамды өлтіретін болды ғой деп, үстіңізді лайға басып, әйтеуір жерге жата аласыз, дұрыс па? Ал сіз бұл жерде не үшін басыңыз сәжде қойдыңыз сондай қиыншылықта? Саналы түрде Аллаға деген қорқынышпенен. Міне қорқыныштың түбі қайда, бауырлар? Ал сол қорқыныштың екінші бір жағын осы біздің өлкеде өткен ұлы имам Ахмад Яссауи деген кісі түсіндіріп береді. Махаббатпенен қорқыныш болу керек дейді. Құдайға деген махаббатпенен бірге болу керек ол қорқыныш. Оны Абай атамыз сол үшін айтады. Сен десе, ол Алланы жаннан тәтті деп айтады. Сол үшін әлә тәттақун, қорықпайсыңдар ма дегенде бұл жерде қандай түсінік болу керек бұл? Алладан қорқу дегенде, енді осы жерде кейбір жастар бар ғой, енді қорқу дегенде ойлайтын шығар, анадан қорқып қалдың, бірінші атаман болып кетті деп. Ондай мағына емес қой, дұрыс па? Бұл әлде қайда майда нәрсе емес, ірлеу нәрсе. Өмір деген бұл сіздің бүкіл тағдырыңыз екі дүниенің нәрсесі. Қорқу дегеніміз ғибадат, құл бола білу. Пайғамбарымыздан сұраған екен Айша анамыздан, пайғамбарымыз жайлы. Пайғамбарымыз тамақ ішкенде қалай ішкен деп. Сонда Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тамақ ішкенде құл сияқты отыратын, құл сияқты тамақ ішетін. Біз ғой қазір патша сияқты тамақ ішеміз. Патша сияқты отырамыз дастарханда. Екі жақта шіркін-ай деп. Сол үшін бауырлар, әлә тәттақун, қорықпайсыңдар ма дегенде, сіз бүкіл бұл мағынаны кеңінен түсінуіңіз керек. Қорқыныш деген ішінде махаббаты да бар. Қорқыныш деген ішінде ғибадат, құлшылығы да бар болған үлкен кең түсінік. Сол үшін иншалла мүмкін келесі сабақтарымызда сол тақуалық деген не жайында мүмкін осы сабақтарымыз бір кішкентай ортасына бір қосымша христоматия ретінде сол тақуалық деген жайлы бір уағызын өтіп кетерміз деп ойлаймын келесі сабақтарда. Не деген өзі, тақуа деген не ол, кім ол, қалай болу керек, осы кітапта қалай делінеді, соның бәрін иншалла бір қарастырып өтейік. Сол үшін келесі сабағымызға дейін сізге бір тапсырма, тақуалық деген не жайында өзіңіз оқып ізденіңіз. Бірге келесі жолы түсініктірақ, ыңғайлы отырамыз сонда отырыста. Нух алейхиссалам сол сөзін айтып, мен сіздерге аманатшылмын дегеннен кейінгі сөздері. Фаттақуллаха ва атиун. Қайтадан айтады, Алладан қорқыңдар және маған бағыныңдар дейді. Яғни жоғарыда айтқанымыздай бұл кісі жаңа заң алып келді ғой, расул ғой. Сол үшін маған бағын деп отыр. Яғни мен бұйрық алып келдім, жаңадан заң алып келдім. Шариғаттың заңын алып келдім. Соған бағынуың керек және Алладан қорқуың керек деді. Екеуін қатар айтты. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Мен сіздерден ешқандай да бір ақы сұрамаймын бұл пайғамбар болғаным үшін. Яғни мен пайғамбармын деп мынандай сөз бар халықта, білесіз ба? Екі мағынаны айтайын, осы дін туралы айтқанда халық ақшаны қосады дінге. Міндетті түрде діннің жанына ақша қосады. Сөйтіп бұлай дейді. Ораза, намаз тоқтықта деп айтады. Яғни бірінші орында қарның тойу керек екен. Сосын намаз оқисың. Сол үшін талас болады халықтың алдында. Сен қарның аш, ана төбеден нан тұрса, қолында Құран болса, соны қойып алуға болама деп айтады. Енді шынымен өлетін болсаң қойып аласыз, рас ол. Бірақ сіз ойлаңызшы, бала кезіңізде сізден сұрайтын бе еді, әкең жақсы ма, шешең жақсы ма деп. Сұрайтын бе еді? Сіз не дейтін едіңіз сонда?
қазір не дейсіз? Біреу жақсы, біреу жаман бола ма? Құран жақсы ма, нан жақсы ма десе қалай дейсіз сонда? Бүйтіп сұрауға болмайды дейсіз. Түсінесіз бе? Енді екінші мақал осы дүние менен дін жайында. Бұл халықтың мысалы осы дінді сәл төмендеткісі келді ма, жоқ дүниені ұлылатқысы келді ма, былай деген сөзі бар. Мал әулие. Малың болмаса жарылқайды, қай әулие деген сөз бар. Бұл халықтың сөзі. Өйткені көп молдалар осы алдына адам барғанда дүние алу менен үйретіп қойды осы нәрсе. Халықта сөйтіп түсінеді. Сен бір пірге мүрит болдың ба дейді. Онда сен соған малыңды тасып тұруың керек. Ол сен жарылқап тұру керек дейді. Сенесіз ба? Бұл өмірдің ақиқаты діннің шындығы емес. Бұл қате түсінік. Өйткені осы Нақшбандия тарихатында имам Сағат деген үлкен бір имамдардың бірі айтады, өзінің Әл-Минах деген кітабында. Нағыз пір дегеніміз мынадай 5 қасиеттен тұрады дейді. Сол қасиетінің біріншісі, ең біріншілерінің бірі. Ол кісінің алдына ақша қойсаң бір қолына, алтын қойсаң, екінші қолына тас қойсаң, екеуін бірдей көреді деген екен. Яғни шын пір деген адам дүниеге қарамайды. Сіз оған мысал айтайық. Дүние алып барсаңыз алдына, сонда барып сізге күлімсіреп, жақсы қарап, ал егер іш нәрсесіз барып отырсаңыз, сізге онша қарамаса, онда біліңіз. Ол кісіде пірдің қасиеті жоқ. Өйткені мұны мен емес, үлкен осы Нақшбандия тарихатындағы мынау деп көрсетілген үлкен имамдардың, ғалымдардың бір айтып отыр. Шын Құдайдан қорқатын тақуа адамға сонда бір қолына алтын қойсаң, екінші қолына тас қойсаң, екеуі бірдей болу керек. Бірдей. Яғни мысал айтайық сонда. Бір піріңіз болса, ұстазыңыз, үлкен молда болса немесе, алдына ақша апарсаңыз күлімсіресе, екінші келгенде ақша емес, арзан бір зат немесе өзіңіз кисеңіз күлімсіремей қойса, онда біліңіз. Бұл адам ұстаз болуға арзымайды. Арзымайды ол. Имам Шафи рахматуллахтың сөзі бар. Мына Құранды дейді, тегін үйрендіңдер. Пайғамбарымыз ақша алды ма Құран үйреткеніне? Жоқ. Тегін үйрендіңдер. Тегін үйретіңдер дейді. Бірақ енді ғалымдарымыздың тағы да сөзі бар. Берілген ақшаның ішінде ең абзалы Құранға берілген ақша дейді. Құранды үйренуге де түсінесіз ба? Өйткені сіз мына дүниені тауып, сол дүниеменен ақыретіңізге жол қылып жатсыз. Түсінесіз ба? Ақыретіңізге дүниеңіз жол болу керек қой ол. Не, мысалы, сіз жәннатқа қанша ақша бересіз? Айтыңызшы. Сізге біреу сұраса да, бір путевка келіп тұр жәннатқа. Қанша бересің десе, не дейсіз? Барымды берем дейсіз ғой, не керек өз дейсіз ғой, жетпей атса мен жүгіріп іздейін дейсіз. Рас қой? Сол путевка шын болса дейсіз. Мен бәрін берейін дейсіз. Ол әзіл емес, шын. Бір ойланып көріңізші өзіңіз да. Жәннат ол. Ал Құран сізді жәннатқа жетелейтін нәрсе. Сол үшін айтады. Екі жақ бар, көрдіңіз ба? Яғни Құранды үйрететін ұстаз ақша сұрауға міндет емес. Бірақ барған шәкірт өзі алып барады. Екі жағы бар. Сол үшін біздің халықта сол үшін молдаға ақша беріп үйренгені осы жерден шыққан нәрсе. Өзің таманнан бересің, берсең. Бірақ егер ол сұрап алса, онда оның қадірі жоқ. Ол адамның қадірі жоқ. Өйткені дінді сатуға болмайды. Діннің ғылымын сатуға болмайды. Басқа нәрсені сатуға болады. Бірақ дін ғылымын емес.
Енді бұл жөнінде айтылатын сөз көп. Мен әдейі таяқтың екі ұшын айттым. Түсініп алыңыз. Яғни мүлде болмайды деуге де болмайды. Мүлде болады деуге де болмайды. Бұның жерінде бір ақиқат бар, түсінесіз бе? Ақиқат бар. Сол бір нәрсені ұмытпасаңыз екен. Халық сол үшін мал әулие, малың болмаса жарылқайды қай әулие дегендегі бір кішкентай шындығы бар өмірде. Енді Нұх пайғамбардың сөзіне оралайық. Нұх алейхиссалам айтады: мен сендерден ешқандай ақы сұрамаймын. Менің ақым бүкіл әлемнің Раббысының алдында болады дейді. Тегін үйретемін. Жәннаттың кілті тегін, ойласаңызшы, иә? Жәннаттың кілті соншалықты тегін бола ма? Үйрету тегін, бірақ оны алып алғаннан кейін өмірде көтеріп жүру, сол кілтті жоғалтып алмай. Міне әңгіме қайда жатыр. Ол кілтті аласыз ау. Бірақ сол алғаннан кейін сол кілтті 80 жыл өміріңіз бар ма? 40-50 жыл өміріңіз бар ма? Сол кілтті қолыңызда ұстап, ертең жәннатқа бару үлкен ғанибет. Оған мен деген батырлар шыдамады. Мен деген ғалымдар менен мен деген байлар шыдамады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сөздерінде айтады: жәннатқа кірместен бұрын бірінші 3 адам дозаққа лақтырылады дейді. Ең бірінші адам ғалым дейді. Алдына Алланың шақыртылғаннан кейін айтады екен: ей пәленше, өмірде не істедің десе, мен бүкіл дүниемді сарп етіп білім үйрендім. Сол білім үйреніп, халыққа сенің біліміңді тарқаттым дегенде жалған дейді. Сен бұл білімнің барлығын халық мені үлкен ғалым десін, ой, осындай бір керемет білімді десін деп, немесе біреумен таласу үшін үйрендің. Сол мақсатыңа жеттің бұл өмірде, менің алдымда сенің алатын еш нәрсең жоқ дейді. Сөйтіп дозаққа лақтырылады дейді. Екінші осылай бай келеді. Үшінші батыр келеді. Бұлар да мақтанады: мен сен үшін батыр болдым, сен үшін бай болдым дегенде жалған дейді. Сен бүкіл байлығыңды жұрт сені жомарт десін. Шіркін мынау сақы екен, қолы ашық екен, сондай бір керемет екен деу үшін істедің. Халық сені мақтады, менің алдымда сенің сауабың жоқ дейді. Батырға да солай: сен ер жүрек болдың, халық сені мақтасын. Шіркін жауға ешқашан сыртын бермейтін, осы бетіменен жауға қалай жүгіретін, қан майданда өлімнен қорықпайтын батыр екен деп айту үшін істедің. Халық сен туралы айтты, дастандар жазды, балаларының атын қойды сенің атыңмен. Менің алдымда алатын еш нәрсең жоқ. Яғни бауырлар, мына бір тағы да кішкентай бір нүкте. Бұл дүниеде қандай құлшылық ғибадат жасасаңыз, сол ғибадат болу үшін шарты бар екен. Біріншісі, сауап болу үшін, содан Алладан бір пайда алу үшін бірнеше шарты бар. Бірінші шарт, сол іс Алланың ризалығы үшін жасалу керек. Адамның емес. Сол үшін сіз мысалы дейік, бір әулиенің алдына бар мал сойсаңыз, сіз кімнің алдына сойдыңыз? Адам үшін сойдыңыз да, Алла үшін емес. Сол үшін сол жер дұрыс емес болады. Кім үшін істеу керек еді? Алла үшін еді. Сауап болу үшін бірінші Алла үшін, және екіншісін қоспау керек. Тек Алла үшін. Тек жалғыз Алла үшін. Екіншісі шариғаттың заңында тұру керек екен. Мысалы айтайық, сіз бисмилля Аллаху акбар деп мал союыңыз керек, дұрыс па? Сонда адал болады. Ал енді доңызды ұстап бисмилля Аллаху акбар деп сойсаңыз бола ма? Бисмилля деп тұрсыз ғой? Бисмилляны айтып тұрсыз ғой? Болмайды, я? Себебі ол шариғатта оны мүлде арам етілді. Яғни шариғаттың ішінде болу керек заң. Екінші Алла үшін болу керек. Сонда сіздің істегеніңіздің сауабы болады. Не істесеңіз де. Пайғамбарымыз айтады, мұсылман адамға рахат дейді. Тамақ жеп алып,
тамақ жеп алып, осы тамақтың күш қуатыменен мен құлшылық ғибадат қыламын десе, сол үшін сауап алады дейді. Ұйқыға жатарда осы күш қуатпенен ертең тұрып мен көп құлшылық етем десе, ұйықтаған үшін де сауап алады дейді. Қарасаңыз, пайғамбарымыз айтады тағы да. Бір кісі сұрайды, я Расулалла, бір адам зина жасаса, үлкен күнә ғой дейді. Иә, үлкен күнә дейді. Ал енді сол зинаға барғысы келмей, соның күш қуатының бәрін өзінің адал жарына барса, қандай болады десе, соншалықты сауап болады дейді. Қарасаңыз, сіз өзі адал жарыңызға барып, өзіңіз рахат алып жатсыз. Бірақ Аллах сізге тағы да сауап беріп жатыр. Яғни, Аллах үшін және шариғаттың заңының ішінде болу керек екен. Сонда ол амал сауап амал болады. Фаттақуллаха ва атиун. Алладан ендеше қорқыңдар. Және менің айтқанымды істеңдер. Қалу. Олар айтты. Қалу ану'мину лака ваттаба'акал арзалун. Біз саған сенер едік. Сенің жанындағылардың барлығы бейшаралар ғой деді. Білесіз ба? Осы сөзді айтпай тұрып, бір есіме түсіп кетті бір нәрсе. Абу Суфиян деген кісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның інісі, былай деп айтады, немере інісі. Мен бұрын сол иманға келмеген кездерімде Шам өлкесіне саудамен сапарға шығып едім. Сол кезде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болып келген дейді. Мен бірақ иман келтірмедім. Сол хабар дейді, сол Шам өлкесінде жүргенде Византияның императорына жеткен екен. Содан жүргенімізде базарда бір кісі жаршы айтты дейді, осы Меккеден келген көпестер болса, жолаушылар болса, патша шақырып жатыр, келіңдерші деп айтады дейді. Өтініш. Соменен патшаның алдына дастархандас болу ғанибет қой. Біз барамыз, біз Меккеден келдік деп шықтық дейді. Алдына алып барғасын, шай тамағын берді, құрметін жасап, менің сауалдарым бар деп айтты дейді патша. Осы сендерге Мұхаммед деген біреу келіпті. Сол туралы мен бірнеше сауал қояйын дейді. Сендер жауап беріңдер. Иә, сол сауалдардың бірі, жанына ерген адамдар кімдер деп айтты дейді. Кімдер? Сонда біз айттық дейді. Олардың көпшілігі құл, әйел, жас бала, кедей кепшік, дымы жоқ, дүниесі жоқ бейшаралар деп айтты. Байлар аз, мүлде жоқ. Кілең осындай майда шүйделер ерді деп айтты. Осылайша бірнеше сауалдар қояды ғой. Сонан соң біткеннен кейін болды енді дейді. Сосын біз сұрадық дейді, кешіріңіз, бұны неге сұрадың дегенде, шын пайғамбар алғаш келгенде ең бірінші еретіндер соларға кедейлер болады дейді. Пайғамбарға ең жақын дос, ең көп еретін қауым, жетім, жесір кедейлер болады. Міне, дәл осы уақиғадағыдай қараңызшы, Нух алейхиссаламға да сөз айтылып жатыр. Сенің жанындағының кілең барлығы төмендегі сатыдағы адамдар. Мүмкін дейді, тәпсіршілеріміз айтады, Нухқа айтылған шығар дейді. Сен ана жанындағы кедей кепшік құлдардың бәрін қуып жібер. Біз байлармыз, олармен бірге отырып, дастархандас болып, бірге жүре алмаймыз. Сенесіз ба? Кейбір байларда сондай әдет бар екен. Кедейдің жанында отырсаң, жұғат дейді екен. Жамандығы сон. Жұғат. Сондықтан отырмайым дейді екен. Ойласаңызшы, адамнан жеркену деген пайда болады. Адамда дүние біткен сайын, сонда соншалықты мал дүниеменен тұрады екен. Енді жанына бір кедей келсе, ананың кедейлігі, соның жолының болмағыштығы маған жұғатта менің жолым болмай қалады дейді екен. Осыншалықты да надан адамдар бар. Бірақ ол адам надан деп тұрған жоқ қой, білесіз бе? Сондай адамдар бар. Маған ақша келді, мен баймын, ондай болса мен ақылдымын деген бар. Көп адам, көп ағайын туыстарыңызды өздеріңіз көріңіздер. Өтірік десеңіздер маған айтыңыздаршы. Бай адам сөйлейді ғой дастархандарыңызда, дұрыс па? Бірінші орында.
қалтасында кілтін, ана Мерседестің кілтін айналдырып отырып сөйлейді ғой, ақыл айтып отыр. Өзі мектепті 9 класс бітіріп, әйтеуір базарда өмір сүрген адам ғой, дым білмейді ғой, басын тоқылдатсаң жаңғырық шығады ғой, мысалда. Бірақ ана жерде ақша ғой сөйлетіп отқан, ананы буы да бұрқылдатып отқан. Ойлап отыр да, мен дүние таптым, мен ақылдымын дейді. Ол ешқандай да ақылдың дүниеге қатысы жоқ та, түсінесіз ба? Оған ең керемет жауаптың бірі имам Шафии айтады. Бір шәкірті сұрайды, сіз имамсыз ғой, сіз неге тақыр кедейсіз? Өте кедей болған екен бір имамда, қатты кедей болған. Сіз сұрайды ғой, соншалықты біліміңіз бар, ұшан теңіз, халық сізді сонша сүйет, неге кедейсің дейді ғой. Сонда айтады, арыстан дейді, айлап аш жүреді, бірақ ол арыстан дейді. Ал кәнденейді дейді, майлы тамақтың арасында жүрсе де ит ол дейді. Түсінесіз ба, яғни адамға малдың, дүниенің бітуі ол оның ақылдылығында емес, бауырлар. Ол несібесінде, біреуге береді, біреуге бермейді. Оны бір үлкен әңгіме қылудың қажеті жоқ. Яғни о менде бар екен, немесе менде жоқ екен деп. Халықта сол үшін айтады, кедейлік ер жігітке намыс емес дейді. Сіз кедейсіз деп жаннатқа кіргізбей қоймайды. Неге дүние таппадың деп. Керісінше кедей адам бай адамнан 10 000 жыл бұрын жаннатқа кіреді дейді. Өйткені ананың сауал жауабы көбірек қой. Қайдан таптың, қайда жұмсадың, оны қалай жараттың, отчет деген бар ғой, өз білесіздер. Бір кішкентай дүкеннің өзіне отчет келсе, ревизия келсе, бара өкіметтің кезінде 3 күн 4 күнде бір апталап жататын мысалы. Оның өзі ішіп жеп кетеді ғой, бірақ шындап отчет қылса анау құтыламайтын еді. Бірақ бауырлар, сізбенен біз азды көпті малды табамыз, дүние табамыз. Бірақ біліңіздер, малдың жанына жақынбыз ау, бірақ оның сұрауы да бар екенін ұмытпаңыз. Мал аспаннан тамып келмейді, пейнетпен келеді. Бірақ сол пейнет ақыретіңізге әсері бар ма, жоқ па? Сіз сол пейнетіңіз арқылы Құдайға жақындадыңыз ба, жоқ па? Сол пейнетіңіз арқылы сіз осы екі дүниеңіздің шамшырағы бола білдіңіз ба, жоқ па, соны ойланыңыз. Бүкіл дүниеңізді тауып осы жерде өмір сүріп, ішіп жеп, құлқыныңызға тығып, әйтеуір бір көрге барып, топырақ құйылған кезде барып, шіркін-ай, сол ақшаны бекерге далаға шаша бермей, мынаған жаратсамшы деп ертең бармағыңызды тістеп қалмаңыз. Алла тағала берді ма? Сол берген затын жақсылықта көргісі келеді. Жақсылықта көргісі келеді. Сонда байлар тұрып Нұхқа айтады ғой, ана жаныңдағылардың бәрі бейшаралар, соларды қуып жібер, біз саған ерейік дейді. Қала, сонда Нұх айтады, وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. Мен олардың не істеп жүргенін мен білмеймін. Олардың істеген амалдары, есеп қисабының бәрі кімнің қолында? Алланың қолында, менің Раббымның қолында болады. Егер біле білсеңдер соны. Ал мен мұъмин, яғни Құдайға иман келтірген адамды жанымнан қуа алмаймын. Яғни бірнеше айтылатын мәселе бар. Соның біреуі, бауырлар, Нұх пайғамбар, өзі пайғамбар болып тұрып, жанындағы жас адамдардың амалын сынаған емес. Түсінесіз ба? Амалын сынаған емес. Күнә жасаса, жазасын алады. Сауап жасаса, ақысын алады. Бұның барлығын жазасын да, ақысын да беретін кім? Алла ғой. Сондықтан иман келтірсе болды. Мен оларға жақсы насихатшымын, тура жолды көрсетушімін. Ал жақсы жаманды жасауды адам өзі таңдайды деп айтады. Яғни пайғамбар Нұх соның өзі осылай деп отыр. Біздің дінімізде сондай, бауырлар. Біздің міндетіміз жақсы амалды жасаттырып қою емес. Көп адамдар ойлайды ана.
өзі үйленеді, ол 20 жыл, 10 жыл, 30 жыл тұрады, сөйтіп өзі бір күн намазға келеді, бірақ әйелі намаз оқымайды. Сөйтеді да енді өзі намазға келіп ағасын алып әйеліне әңгіме айта бастайды. Сен орамал тақпайсың, сен намаз оқымайсың, сенің тамағың арам болды, мен сенімен жаныңда жатпаймын. 30 жыл жатқанда жанында, енді арам болып қапты. Құдай сақтасын, кейбіреулер ажырасып жатады солай. Мен сөйтеді да өзі айтады, мен дін үшін ажырастым дейді. Керемет сөздер айтады. Ал Нұх пайғамбардың білсеңіз әйелі кәпір болған. Лут пайғамбардың әйелі кәпір болған, бірақ ажырасыпты дегенді естімедік. Сонда Нұх пайғамбардан артық болып тұр ма әлгі адам? Иманды беретін кім? Алла ғой. Неге біз сонда өзіміздің жанымыздағы жұртшылықтан амал күтуіміз керек, бауырлар? Мысалы, сіз уағыз айттыңыз, ол дереу соны істеу керек па сонда? Жоқ, сіз бенен біздің міндетіміз дұрыс жолды көрсету жұмсақтықпен. Ал оны істеу, істемеу әркімнің өзінің қолындағы нәрсе. Істей ма? Инша Алла сауабын алады. Істемей ма? Ақысын алады оның да. Сіз бенен біз тек қана дұрыс жолды көрсетеміз, жасаттырмаймыз, түсінесіз ба? Жаса деп үйтіп итермелемейміз. Осы бір ақиқат еді. Нұх пайғамбардың жеткізбегі болған нәрсесі. Сол үшін айтады, мен олардың не істеп жатқанында менің хабарым жоқ. Рас қой, өйткені көзіне көрінетіні көрінеді, бірақ енді адам әрдайым көзінің алдында жүрмейді ғой пайғамбардың. Үйіне барады, шаруа істейді, басқа базар ошары бар, үй бала шағасы бар. Көрсетпей жалғызда күнә жасайтындар бар. Бірақ оның есебінің бәрі Алланың алдында. Кейбіреулер айтады, енді орайы келгенде айтпаса сөздің ата сөйлет дейді ғой. Кейбіреулер айтады, қалай әдемі қылып қағаз құрап айтсам екен. Бір ұстаздың алдына барады, ол ұстазы айтады екен, болды, менің алдыма келдің ба, енді анадан жаңадан туғандай бол, уже пәк болып кеттің, болды. Күнәң бәрі кешіріліп, бұрынғы оқымаған намазың бәрі кешіріліп кетті. Бүкіл тұтпаған оразаң бәрі кешіріліп кетті, мен уже бәрін кешіріп жібердім. Ана орыстың попы сияқты ғой. Жаңағыдай бәрін кешіртіп жібереді екен, анаған ерген үшін ғана. Одан кейін былай деп айтады, сөзін жалғастырып. Одан кейін дейді, ананың тура жүруін дейді, мен өзім қадағалап тұрам дейді. Ол кетіп қалады көздің алдынан. Бірақ ана күнә жасап қойса, ана пайда болады сол жерде. Сөйтіп бауырлар, жақсы жаман амалды ұстаз үйтіп төбесінен нұқып жүріп қадағаламайды. Бәлки адамның қасиетін, түсінесіз ба? Ұстаз деген алдына келген шәкіртке психолог сияқты қарайды оған. Мынаның қай жағында жақсылығы, қай жағында жамандығы бар, қайсысын кемітсем жақсылыққа қарай қимылдап өседі деп соны үзіп үйрете бастайды. Мен мысалды Құраннан мысал айтайын, бауырлар. Құран үйретуші ұстаз қандай болу керек, білесіз ба? Мысал айтайық, сіздің алдыңызға бір шәкірт келді, бір бет Құранын алып келді, бір беттің ішінде басын жарып көзін шығарғанда ана жерде қате деген бұғы батыр. Не істейсіз? Басынан жаттап келді, қуып жібересіз ба? Онда бір-екі реттен кейін ол адамды таппайсыз алдыңыздан, болды, кетеді. Бір-екі рет келеді да сосын айтады, анаған барсам дейді, қабылдамайды дейді ол дейді. Болмайды ол, менікі бәрі қате, мен тілім келмейді, қояды ол, түсінесіз бе? Сіз не істейсіз? Ішінде ең сорақы қатесін, сосын осы беттен кейін ана бетті оқығанда сол табылмаса, анау бетті сіз көріп тұрсыз ғой, сіз одан артығырақ көресіз, ұстазсыз ғой. Ол қайға баратқанын, саясатын жазып қойғансыз. Мынадан кейін мынаны жаттатам, сосын мынаны жаттатам. Сонда қайсысын жаттағанда ана жерде қандай әріптер көбірек кеп тұр, қандай жағы созылатын жақтары көбірек кеп тұр, соны ойлап, мен мынаны мынаяғынан, анау не дейді, күшік кезінде талап қойса, ит кезінде қаппайды дей ме? Осы қатені кішкентай кезінде қысып жіберсем, ар жақта қате табылмайды деп айтасыз. 30 қате тұрса айтасыз, сіздің бір-ақ қатеңіз бар екен дейсіз. Қуанып кетеді. Ой Алла, қай жерде екен? Ең маңыздысын айтасыз да, ішіндегі, сізге керегін, сіз ұстазсыз. Мынау жеріңіз дұрыс емес екен.
сол қынжылтып тұр, бірақ әдемі оқып келдіңіз, бір кеп қапты тіліңіз дейсіз, қуанады. Сөйтіп сол қатесін қайта үйретіп жібересіз. Мынау қатең бар. Не деп айтып едім? Осы қате. Иә, осы қате. Ол біреуді жаттау оңай ғой, түсінесіз ба? Бірақ қате ғой. Бірақ келесі бетте мына сабақты бергенде осыны жолықтырмайтын болайын деп кішкентай дайындап жібересіз да. Келесі бетке келгенде екінші қатесін жөндейсіз. Үшінші, төртінші, бесінші, осылайша күндердің күні алдыңызға оқып келгенде әл кісінің қатесі мүлде азайып кетеді. Жоқ болады деп айтпайын, қатесіз адам жоқ, біліп алыңыз. Бірақ шынымен-ақ енді арқаңызды кең салып, оны қысуға тура келетін жағдайға келесіз. Енді шындап не қыла бастайсыз да, қинай бастайсыз. Мынауың дұрыс емес, бар басынан жаттап кел, мына жерің қате екен деп енді ашық айта бастайсыз. Өйткені ол калияға түсіп алды. Ендігі қателіктерін түзей алатын жағдайға келді. Ал сол түзей алатын жағдайға кеместен тұрып сіз істесеңіз, сіз әлі ұстаздық қыла алмайсыз. Бұл дін де осылай, бауырлар. Егер сіз біреуге дінді солай түсіндіре алмасаңыз, сіз ұстаз емессіз діннен. Пір деген сол болады. Соншалықты кереметтігі қараңыз, пірдің, ұстаздың. Алдына келді ма бір адам, оған сол намазын, оразасын, имандылығын бәрін түсіндіріп отырады да, бәрін айтып береді дейсіз бе? Жоқ. Бір жерін сындырып береді, мынаны істе дейді, болды. Қалған қоя тұр дейді. Қоя тұр. Анау кісі өзі мәз болып жүреді, ол намаз оқымасам болады деп. Ол болады деп айтқан жоқ. Негізі түзетеді оны жайлап. Бірақ анау одан маңыздырақ бір нәрсе тұр да, сол намазға жібермей тұрған нәрсесі тұр да, оны. Соны қисайтады. Сосын ананы қысады, мынаны қырқып, бір күні анау ағаш түзеу болып қалады өсіп. Сондықтан бұл өнер. Оны біле білген адам ғана ұстайды. Білмеген адам әркім көтере берсе, жанындағының бәрін қиратып бітеді. Қырқу керек екен деп қолына қайшы берсеңіз, үлкен баққа жіберіп бір адамды. Анау бауда еш нәрсе өспейтін болады. Шонтиді қырқып тастайды ғой, бәрін қырқу керек екен деп. Дұрыс па? Сол сияқты, ал жақсы бағбан болса, біртіндеп керек жерін пайуандап, кішкентай бір бөлек жеміс беріп қойып, бөлек нәрселер беріп, артық бұтақтарын қырқып, артық жапырақтарын күзеп, өзінің орнына қояды. Міне, дін де осылай. Ал сондай екен, сізбенен біз ондайға жарамаймыз деу емес. Сізбенен біз, егер сол нәрсе қолымыздан кемесе, айтады ғой, түзету қолыңнан кемесе бұзба дейді. Іш болмағанда ше. Сол бұзбасаңыз болды да, мақұл түзете алмадыңыз ананы да, бірақ бұзып жібермеңіз да, түзу жолды көрсетіңіз да, ананы түзей алмай жатсыз ба, қоя салыңыз. Дұрыс, Құда қаласа өзі түзеледі. Сөз соңында айтатыным, 90-шы жылдары біз оқып жүргенде, бір ұстазымызға бір кісі келіп сабақ алатын. Сабақ алып, бірақ арақ ішетін. Арақ ішеді. Бірақ Құранға келіп, Құран жаттап сабақ алып кетеді. Біз бәріміз жақтырмаймыз оны ше. Бірақ бізге дайындап қоятын. Анау кісіге біреуіңде уағыз айтпайсыңдар. Еш нәрсе демейсіңдер. Келеді, кетеді. Ешкімнің жұмысы болмасын дейді одан. Сөйтіп жүріп, ол бір күні намаз оқыды. Намазы түзелді. Сөйтіп бір күні ұстазымыз айтады, күледі дейді. Маған келіп ренжіп тұр да, дейді да, ана ұстазымыз күліп отыр да өзі. Ренжідім мен сізден ұстаз деп айтты дейді. Неге? Сіздің қолыңызда міне 2 жыл ма, 3 жыл болды оқып атқаныма. Арақ арам екен ғой деп бір ауыз айтпапсыз ғой дейді да. Соны айтпаған қандай ұстазсыз деп мен сізден ренжіп келіп отырмын дейді да. Көрдіңіз ба? Соған алып келді да соны. Соған алып келу ол өнер ол. Бір адамды иіп алып келу. Ал егер ол басында келген кезінде арағын қой десе, о айтатын еді, намазын қоя салайшы одан гөрі деп ше. Көп адам сол ғой, ана құлқының қоямағаннан кейін айтады ғой, негізі Құдай маған бір күн тас төбемнен ұрып қалғанда намаз оқып кетем дейді. Қазір оған дейін мен жүре тұрайын дейді да. Иілгісі кеп тұр, ана нәпсі ғой жібермей тұрған. Дұрыс па? Сол үшін бауырлар,
мен айтатыным бәріне рұқсат бере бер дегенім емес. Түсінесіз бе? Соны игере алатын өзі үлкен білімнің егесі болады. Сол адам оны істейді. Ал сізбенен біз дұрыс жолығып қалған адамға дұрыс емес жолды айтамыз. Мынау арам, мынау адал, мынау дұрыс емес. Бірақ ол ерегісіп баратса қоя саласыз, бірақ ше, түсінесіз бе? Яғни, жоқ, бұлай ғой ол десе, мейлі енді біздікі айту ғой деңіз. Біз жай айтамыз. Қалғанын өзіңіз білесіз ғой деңіз, болды. Бірақ ол біліңіз, иман деген бір шоқ. Ал шоқ түскен жерін үндемей, үрлемей, тыныш тұра тұрсаңыз, ойып түседі бір жерін. Сондықтан уақыт беріңіз ол адамға. Кішкентай соны қабылдасын, дұрысталсын, кішкентай өзіне келсін. Біздің дініміз сол үшін айтады халықта. Мұсылманшылық не дейді? Әсті дейді. Жаймендеп келеді адам. Алла өмір берсе, өзінің орнына түседі барлық нәрсе. Алла тағала сабыр егесі, және сабырларды сүйетіні содан. Алла тағала сұлулық егесі, сондықтан сұлулықты сүйетіні содан. Алла тағала жұмсақтық егесі, жұмсақтықты сүйетіні содан. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.